Жаз айларында балалар һәм өспірімлер арасында өткір жұқпалы асқазан ішек кеселіктері көптеп ұшырасады. Сол қатарда районлық санитария эпидемиологиялық тынышлық һәм жәмиет саламатлығы бөлімі төмендегілерді ұсыныс етеді. Өткір жұқпалы ішек кеселіктерінің алдын алу үшін жеке гигиена қағидаларына қатаң әмел етің. Қолыңызды тез-тезден сабын менен жуың, әсіресе ауқаттан алдын һәм қажетханадан соң. Қайнатылған судан пайдаланың. Палыз егінлері, мейвелерді пайдаланудан алдын қайнатылған суда жақсылап жуың. Тосыннан ұшыраған шақсылардан, ямаса рұқсат етілмеген сауда орынларынан азық ауқатларды сатып алмаң. Ыссы ауқат таярлауда жеке гигиена қағидаларына әмел етің. Азық ауқат өнімлері, әсіресе тез бұзылатығын өнімлердің жарамлылық мүддеті һәм сақлау шартлары, шикізат һәм пісірілген ауқат өнімлерін бөлек сақлаң. Ауқатларды, әсіресе көш, құс көші, мәйек һәм теңіз өнімлерін жақсылап қуырың, ямаса қайнатып алың. Тез бұзылатығын ауқатлар һәм тайын ауқатларды холодильникте сақлаң. Жаңа пісірілген ауқатты алдыңғы күн қалдықлары менен араластырмаң. Егер пісірілген ауқат тағы бір күн қалса, оны тұтынудан алдын ысытып алың. Үйде мұдамы тазалық һәм жеке гигиена қағидаларына әмел етің. Жас балаларға қайнатылмаған сүт, шикі мәйек бермең. Пісіру үшін тек қана жаңа өнімлерден пайдалану ұсыныс етіледі.